Саламатсыздар ма, білім алушылар? Мен Түркістан облысы Арыс қаласындағы номер 17-ші колледж физика пәні оқытушысы Сатыбекова Маржан Әбдіқадыровна сіздердің назарларыңызға өткізгіштерді параллель жалғау атты зертханалық бейне сабағымды ұсынамын. Жұмысымның мақсаты құралдардың бір бөлік құнын анықтау, сызба бойынша тізбек құрастыру, параллель жалғау үшін мынау заңдылықтардың дұрыстығына көз жеткізу. Бізге қажетті құрал жабдықтар: зертханалық тоқ көзі, кілт, жалғауға арналған сымдар жинағы, вольтметр, амперметр, реостат және жүктемелер. Жұмысқа кіріспес бұрын амперметр және вольтметрдің бір бөлік құнын анықтап алуымыз керек. Ол үшін екі қадамды нақты біліп алуымыз керек. Яғни кірістің екі нүктесі болады, амперметр үшін болсын, вольтметр үшін болсын. Осы кірістердің қайсына жалғаулы тұр сымымыз, соны анықтап алуымыз керек. Егер амперметріміздің 0,6 амперлік нүктесіне жалған тұрса, онда амперметрдің төменгі шкаласы бойынша мән алынады екен. Егер 3 амперлік тетікке жалғанып тұрса, жоғарғы шкаладағы мәндермен есепке алынады екен. Вольтметрдің де өлшеуі, мәнді анықтауы тура осы жолға сәйкес келеді. Яғни 3 вольттық тетікке жалғанса, төменгі шкала бойынша есепке алынады. 15 вольттық тетікке жалғанса, яғни жоғарыдағы шкала бойынша есепке алынады екен. Бір бөліктің құнын анықтау үшін нөлге жақын тұрған сандардың мәнін білуіміз керек. Мысалға, амперметр үшін нөлге жақын тұрған сан жоғарғы шкала үшін 1 болса, төменгі шкала үшін 0,2 тең. Яғни арасындағы, осы екі санның арасындағы бөлік санына назар аударуымыз керек. Біздің жағдайда ол 10 бөлікке тең болады. Сондықтан бір бөліктің құнын анықтау үшін 1-ден 0-ді алып, мысалы жоғары шкала үшін оны 10-ға бөлуіміз қажет. Сонда шығатынына 0,1-ге тең. Яғни ол бізде жоғарғы шкала үшін бір бөліктің құнының мәні. Төменгі шкала үшін ол 0,102 болады. Вольтметр үшін жоғарғы шкалаға сәйкес бір бөліктің құны 0,5-ті құраса, төменгі шкалаға сәйкес бір бөліктің құны 0,1-ге тең болады екен. Теориялық бөлімнің негізгі кезеңіне көшіп отырмыз. Сызбаны алдымен талқылап алайық. Тоқ көзіне бізде параллель жалғанған екі жүктемеміз бар. Жүктемеміздің параллель жалғану дегеніміз, яғни кірістері бірге жалғаулы және шығыстары бірге жалғанатын жалғауды айтады екенбіз. Мұндағы амперметрлер тоқтың күштерінің мәндерін айқындайды және вольтметріміз жеке мынау әр жүктемедегі кернеудің мәнін көрсетеді. Біздің негізгі мақсатымыз осы схема бойынша тізбек құрастыруымыз керек электр құралдарының көмегімен, және де өлшенген амперметр және вольтметрлердің көмегімен өлшенген мәндерді анықтау керек. Яғни теориялық бөлімнен тәжірибелік бөлімге көшуіміз керек. Яғни дайындалған бізде бейне сабағымыз бар. Бейне сабаққа назар аударайық. Өткізгішті параллель жалғау деп аталады бүгінгі жұмысымыз. Схема бойынша электр құралдарын жинақтайық. Яғни бізде тоқ көзі ретінде бізде түзеткіш қолданылады. Плюс-минус полюстері бар. Содан соң оған екі өткізгіш параллель қосылып тұр. Параллель дегеніміз кірістері бірге, қара сымды байқап отырған шығарсыздар. Екі өткізгіштің, екі жүктемеміздің кірістерін бірге жалғадық. Және оның шығыстары да мына жерде амперметрлер арқылы жалғанып тұр. Олар бірге жалғанып тұр. Яғни кірісі бірге және шығысы бірге жалғанатын жалғау бізде параллель жалғау деп аталады. Осы параллель жалғаудағы біздің мақсатымыз қазір тоқ күштерінің мәні қандай болады. Мысалға, бірінші өткізгіш арқылы және екінші өткізгіш арқылы өткен тоғымыз қандай болады, және жалпы тізбек бойынша өтетін тоқ күшінің мәні қандай болатындығын анықтауымыз қажет. Ол үшін мына тоқ көзін біз қосайық. Қосқан жағдайда байқайсыздар, тізбек жалғанды. Бізде бірінші өткізгіш арқылы өткен тоғымыздың күші, амперметрдің көрсетуін байқасаңыздар, бізде 7-ші ме 6-шы штрихта тұр. Яғни бізде жоғарғы шкала бойынша есептесек, жоғарғы шкаладағы бір бөліктің құны бізде 0,10
оннан 1-ге тең. Ол бізде 6-шы бөлікке көбейтілгенде 0,6 деген мәнді беріп тұр. Яғни амперметріміз бізде бірінші жүктеменің тоғының күшін өлшеп тұр, 0,6 амперге тең. Енді екінші өткізгішіміз, оның да тоғының күшін өлшеу үшін амперметрді жалғап тұрмыз. Амперметрдің көрсетуі жоғарғы шкалаға жалғанған үшінші бөлікті көрсетіп тұр. Бір бөлік құны бізде 0,1-ге тең, яғни мәні 0,3 амперді көрсетіп тұр. Енді жалпы тоқтың күшін көрсететін мінекей мынау амперметрдің көрсетуі 9-шы штрихті көрсетіп тұр. Яғни бір бөлік құны бізде 0,1 болса, яғни бұның көрсетіліп тұрған мәні 0,9 ампер деген мәнді беріп тұр. Осыдан шығатын қорытынды бізде жалпы тоқ күшінің мәні екі өткізгіштің бойындағы өтетін тоқ күштерінің мәндерінің қосындысын құрайды. Яғни 0,6 ампер мен 0,3 ампердің қосындысы бізге 0,9 амперді беріп тұр. Ендігі мақсатымыз осы параллель жалғанған өткізгіштер арқылы кернеудің мәні қандай болады екен, соны айқындап көреміз. Кернеуді өлшеу үшін вольтметр қолданылады. Жәлдегі жалғанған схемамызға, яғни параллель жалғанған екі өткізгішіміздің параллель жалғанған схемасына вольтметрлерді жалғаймыз. Мынау бірінші өткізгішіміздің кернеуін өлшеу үшін оған біз параллель етіп оған вольтметр жалғап отырмыз. Екінші өткізгішімізге екінші вольтметрді жалғап отырмыз. Оған да мінекей параллель жалғап отырмыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, сымдары параллель жалғанып тұр. Екінші өткізгіштің кернеуін мына вольтметр өлшеп береді. Бірінші өткізгішіміздің кернеуін мынау бірінші вольтметр өлшеп береді. Тағы да бір вольтметріміз бар. Ол вольтметр бізде жалпы тізбек бойында кернеуді өлшеп береді. Ол жалпы бірінші өткізгішке жалғанған кіріспен қосылып тұр, ал оның шығысы екінші өткізгіштің шығысына жалғанып тұр. Мінекей көрініп тұр ма? Енді осыны біз тоқ көзіне қосайық та вольтметрлердің мәндерін айқындап көрейік. Тоқ көзіне жалғанған кезде бірінші өткізгіш арқылы өтетін кернеудің мәні, мінекей вольтметрдің көрсетуі, қарасаңыздар бізде мына жоғарғы шкала бойынша есептелінетін тетікке жалғанып тұр. Яғни бір бөлік құны жоғарғы шкала үшін 0,5-ге тең. Ол бізде қазір жетінші бөлікті көрсетіп тұр. Сонда жетінші бөлікті 0,5-ге көбейтсек, ол болады 3,5 вольт. Яғни бірінші құралымыздың кернеуі, бірінші өткізгішіміздің кернеуі 3,5 вольтты беріп тұр. Екінші өткізгішіміздің бойындағы кернеуді өлшеу үшін бұл құралымызда бізде жетінші шкаланы көрсетіп тұр. Оның да кернеуінің мәнісінде 3,5 вольт болғаны. Және жалпы кернеуді өлшейтін вольтметрдің мәні де, байқап отырсаңыздар, жетінші штрихті көрсетіп тұр. Яғни ол да 3,5 вольт дегенді білдіреді. Яғни өткізгіштерді параллель жалғауда кернеулердің мәні өзгермей тұрақты күйінде қалады екен. Міне байқасаңыздар, біз сіздермен тәжірибелік жұмысты жүргіздік. Яғни жүктемелердің көмегімен, амперметр, вольтметрлердің көмегімен біз қажетті шамаларды өлшеп алдық. Сол өлшенген мәндерді кестеге енгізулеріңіз қажет. Есептелінетін шамасы бұл жерде бізде кедергілер. Осы кедергілерді анықтау үшін Ом заңының өрнегін қолданамыз. Онда кедергіні табу үшін кернеуді тоқ күшіне бөлу арқылы айқындаймыз. Яғни есептелінетін шама бізде кедергі. Жұмыстың соңында қорытынды жасалыну керек. Яғни қорытындымыз бізде сұрақтарға жауап беретіндей мағлұмат ену керек. Амперметр және вольтметрдің бір бөлік құны қалай анықталады, шамалардың мәнін қалай анықтауға болады деген сияқты. Сонымен қоса параллель жалғауда тоқ күштері, кернеулер және кедергілер туралы не айтуға болады? Толық мағлұмат беріп, қорытындыны жасап өткізулеріңіз қажет. Сонымен бүгінгі зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.